Сәлем достар, қал-жағдайларыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге дәл осындай болып шығатын қозықұйрық пен картопты дұрыс қуыру жолын үйрететін боламын. Ең алдымен осылай қозықұйрықтарымызды салқын суға салып, біртіндеп жуып, тазартып шығамыз. Себебі менің қозықұйрығым кәдімгі жерде өскен, далада өскен қозықұйрық, сондықтан жақсылап керек емес, таза емес заттарынан осылай жуып, тазартып алатын боламын. Сосын осылай қазанымызға салып, үстіне жылы суымызды құйып, қозықұйрықтарымыздың бетін жауып, жай отта қайнататын боламыз. Қайнап жатқанда біз мұнда картобын, пиязын дайындайтын боламыз. Мұнда картопты дәл осылай жұқа етіп кесіп шығамыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Дәл осындай пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Пияздарымызды да ұзынша етіп турап алатын боламыз. Пияздарыңыз қаншалықты көп болса, тамақтарыңыз соншалықты дәмді болады. Тамақтарыңызға өте ерекше дәм беретін болады. Міне достар, біздің қозықұйрықтарымыз қайнап шықты. Осылай бетін ашып қойып, 20-30 минут шамасында қозықұйрықтарыңызды осы суға қайнатып алатын боласыздар. Бұл суға қозықұйрықтың жаңағы жуған кезде де дұрыс тазармаған болатын болса, осы суда барлық жаман қалдықтары қалатын болады. Осылай сүзгішпен сүзіп, келесі ыдысымызға салып аламыз. Қозықұйрықтарыңызды суытып, салқын сумен жусаңыздар тез суиды. Осылай жаңағы картоп сияқты етіп, ұзынша жұп-жұқа етіп кесетін боласыздар. Ал енді қуыруды бастаймыз. Қуыру үшін қазанымызға көптеу майымызды құйып, ең алдымен қозықұйрығымызды кішкене барынша қызартып қуырсаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша 5 минуттай қуырып аламыз. Үстіне тұзымызды, қара бұрыш салсаңыздар болады, кез келген дәмдеуіш салсаңыздар болады, өздеріңіздің талғамдарыңыз бойынша. Пиязымызды саламыз үстінен. Жақсылап араластыратын боламыз. Пиязымызды 2-3 минут қуырып аламыз. Үстінен жаңағы туралған картоптарымызды салып қуыратын боламыз. Картопымызды толық пісірмей, үстінен жарты пиала суымызды құямыз да бетін жауып демдеп қоямыз. Жарты пиаладан көп немесе аз құюға болмайды. Егер де сіздердің картоптарыңыз пісіп, суы тартылмай бара жатса, қазандарыңыздың бетін ашып, кішкене қайнатып жіберсеңіздер, суы тартылатын болады. Міне достар, біздің қозықұйрық пен картоп қосылған осындай дәмді тағамымыз дайын болды. Сіздер де отбасыларыңызбен жасап көрсеңіздер болады.
Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, дәл осы видео сіздерге ұнаса лайк қойып кетіңіздер.